Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге аңқау қасқыр ертегісін оқып беретін болам. Бірге тамашалайық. Қасқырдың бәрі бірдей ақылды бола бермейді. Мүлдем аңқауы, тіпті барып тұрған ақмағы да болады. Сондай ақмақ қасқырдың біреуі баспалап келіп ешкіге «Мен сені қазір жеймін» депті. «Жесең жей ғой, маңдайыма жазылған сол шығар» дейді ешкі мойындап. «Бірақ мені көріп тұрсың ғой, сондай арықпын, өзім сондай кәрімін, мені жеп қайтесің, сен одан да мені босат. Мен саған өзімнің сеп-семіз, сүп-сүйкімді лағымды әкелейін, қарның бір тояды дейсің». Қасқыр лақ дегенде естігеніне қуанып кетеді. Шұбырған сілекейін бір жалап алып ешкіні босатып жібереді. Өзі бір бұтаның түбіне жатып алып күтеді. Ал ешкі көп кешікпей қойшыны ертіп келеді. Қойшы аясын ба, қасқырды тура қуады. Аңқау қасқыр қойшыдан әрең қашып құтылады. Нағыз ақмақтан не күтуге болады? Әлгі аңқау қасқыр бір күні қойға жолығып, «Мен сені қазір жеймін» дейді. «Жесең қайтейін» дейді момын қой. «Маңдайыма жазылған сол шығар. Бірақ мені жейтін рас болса, соңғы рет бір билеуге рұқсат бер». Қасқыр: «Жарайды, армансыз бір биле» дейді. Қой қасқырды шыр айналып билей береді. Билеп жүріп бірте-бірте алыстай береді. Мәз болып тұрған қасқыр есін жиғанша қой төбеден асып жоқ болады. Жолы болмаған қасқыр сүмірейіп, одан әрі жортады. Содан бір тұсаулы атқа жолығады. «Мен сені жеймін» дейді қасқыр оған. «Жақсы, жей ғой» дейді тұсаулы күйінде құтылмасын түсінген ат. «Бірақ бір ғана өтінішім бар. Мен қытыққа шыдамаушы едім, ренжімесең, артқа аяғымнан бастап жесең қайтеді?» «Жарайды, сенің айтқаның болсын». Қасқыр оны айнала беріп, артқы сирағына тісті салмақ болады. Ат тағалы тұяғымен дәл тұмсықтан теуіп жібереді. Тепкенде де қасқырды сеспей қатырады. Сөйтіп аңқау қасқыр өз ажалына өзі жетеді. Иә достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.